Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бәрі жазып жатыр екен, Аржан. Қалай болдыңдар? Нормально ма? Уайымдадыңдар деп кешірім сұраймыз. Кеше негізі мүлдем возможность болған жоқ шығуға. Во-первых, менде свет болмады. Одан кейін телефоным өшіп қалды. Мен кәдімгідей жаңбыр жауып кеткен. Біз уже прям пілдерге отырған кезде жаңбыр жауып кетті да. И содан тұмауратып, кәдімгідей температурам көтеріліп, ұйықтап қалдым. Білеміздер, қатты уайымдап жатсыздар, бірақ көбісі там интрига, ойбай, хайп, анау деп жатыр. Жоқ, просто байымыз кішкене қатты уайымдайды. Мен негізі аман есен қалаға өзіміздің екінші гидпен келіп алған болатынмын. Сет мүлдем ұстамады, ол жақта тұман түскеннен кейін сетпен қиындау болды. Сондықтан негізі біз қазір енді күліп беске алып отырмыз ғой, бірақ кеше көрермендер қатты уайымдады. Сіздерден кешірім сұраймын. Білмеймін, кеше реально андай сторисқа шығатын дым хал болмады. Кеше мен телефоным өшкен кезде Аргенді жаңағы гидтардың жиналатын, торлардың жиналатын жеріне кездестіргеннен кейін үйге келіп телефонын зарядкаға қойдым да, так вырубилась, короче. И просыпаюсь, вот барлық автономды режимде тұрған телефонымды ашып қалсам, бүткіл жерден сообщение келіп жатыр. Қалай айтам, уайымдап кетті ғой деп, естіп шықтық. 02. Мы становимся одним целым. Ты — это я. А я — это ты. Возможно, мы скоро исчезнем, но путь, которым мы шли, не исчезнет никогда. И неважно, как долго ждать, если есть душа, клянусь, я встречу тебя снова на земле. Я люблю тебя. 02. Я тоже очень тебя люблю.